Баршаңызға сәлем, сіздермен мен Бағдәулет. Бүгінгі видеосабақта біздер осы магистратура тестінде келуі мүмкін сұрақтарды талқылаймыз. Яғни бүгінгі видеосабақта біздер грамматика және лексика бөліміне байланысты 8 сұрақты және оқылым бөлімі бойынша 3 мәтінді толық сұрақтармен бірге қарастырамыз. Сондықтан да бүгінгі келетін, яғни осы видеодағы сұрақтарды жаттамаңыздар, мағынасын түсінуге тырысыңыздар. Сол кезде осы нағыз магистратура тестінде дәл осы сұрақтарға ұқсас сұрақтарды кездестірсеңіз, дұрыс жауап бере алатындай боласыздар. Жақсы, олай болса, сұрақтарға көшелік. Бірінші сұрақ: He advised me blank space until tomorrow. Blank space бұл жерде бос орын. Енді мұнда біздің білуіміз қажет грамматикалық тақырып бұл complex object, күрделі толықтауыш. Енді күрделі толықтауыштың формуласына назар аударыңыздар. Subject іс-әрекетті орындаушы, зат есім. Мысалы, мұнда you, одан кейін етістік келуі тиіс міндетті түрде, verb, want. Одан кейін object pronoun, яғни бұл жерде pronoun дегеніміз есімдік. Яғни мұна жерде me дегеніміз мені деген мағынаны береді. You want me, object pronoun келді. Одан кейін to plus infinitive. Infinitive дегеніміз етістіктің бастапқы бірінші формасы. Сонда you want me to explain. Мұнда яғни to plus verb 1 болды тиіс. Мынанда қарайық. He advised me to wait. Демек, мұнда дұрыс жауабы he advised me to wait until tomorrow. Жақсы. Complex object естеріңізде болсын. Екінші сұрақ: I wish I. Енді I wish I дегеннен кейін мынандай формула бар. Жалпы I wish деп басталса, онда одан кейінгісі я past simple болу тиіс, не болмаса жаңағы could, would модальді етістіктермен басталу тиіс. Сәйкесінше could және would деген модальді етістіктер can және will модальді етістіктерінің өткен шақтағы формасы болып табылады. Сондықтан да мұнда біздер can деген осы шақты білдіретін модальді етістіктерді бірден сызып тастауымызға болады. Енді мұнда would be able to speak, одан кейін could speak келіп тұр. Яғни еді, егер мен француз тілінде сөйлей алғанда ғой, сол кезде мен мұна гидтің не айтып жатырғандығын түсінер едім. Яғни адамның қалау мақсатында айтылған сөйлемді біздер көбінесе could және would модальді етістіктерін қолдану арқылы жасаймыз. Сонда I wish I could speak French, then I would understand what the guide is talking about. Яғни бұл жерде нұсқасы дұрыс болады. Жақсы. Үшінші сұрақ: He seemed to me annoyed man ever. Енді сөйлемде мұнда ever деген сөз қарайық. Ever дегеніміз, яғни мен көрген адамдардың ішіндегі ең ашуланшақ, ең адамды былайша айтқан кезде нервісін ойнататын дей ма, қалай? Раздражающий дейді ғой. Сондай деп көремін дейді. Сондай адамға ұқсайды дейді. Демек, ең деген мағынаны білдіргендіктен бұл бізде superlative adjective, яғни superlative adjective дегеніміз күшейтпелі шырайдағы сын есім болу тиіс. Сонда the most болу тиіс. В нұсқасы бізде дұрыс. More дегеніміз бұл comparative, салыстырмалы шырайда қолданылады. More дегенімізде салыстырмалы, мынау да салыстырмалы шырайда. Дұрыс нұсқасы бізде тек в нұсқасы. Төртінші сұрақ: Complete the sentence. We talked about to Europe next summer. Енді мұнда about дегеннен кейін бізде не келу тиіс? Infinitive келу керек пе, әлде геронди ме? Естеріңізде болсын, геронди тақырыбына байланысты тестте міндетті түрде сұрақ келеді. Сондықтан да геронди тақырыбын білулеріңіз маңызды. Енді мұнда about дегеніміз бұл демеулік болғандықтан preposition, одан кейін міндетті түрде геронди келеді. Ал геронди дегеніміз verb ing, етістікке ing-дің жалғанған формасы. Онда дұрыс жауап бізде в болады. Бесінші сұрақ: Cheating is forbidden at the university in spite of the fact he admitted on the test. Енді admit деген етістіктен кейін тағы да геронди не болмаса infinitive. Қайсысы келеді? Енді кейбір етістіктер бар, өзінен кейін тек инфинитивті, не болмаса тек герондиді ғана қабылдайтын. Енді admit деген етістіктен кейін міндетті түрде геронди келуі керек. Сондықтан д нұсқасы дұрыс болады. Алтыншы сұрақ: She permitted the children up late.
Қайтадан бізде complex object тақырыбы. She permitted the children to stay up late. Яғни to plus infinitive. Неке қайтадан сол жаңағы бірінші сұрақтағы тақырып келіп тұр. Сонда дұрыс жауабы бізде D болады. Өте қарапайым, Жетінші сұрақ. Thanks for looking me when I was ill. Яғни мен ауырған кезде маған қарағаныңыз үшін көп-көп рахмет. Look after деген сөз бұл қандай да бір адамға, ауырған адамға әсіресе қарау, күтім жасау. Демек, қарау, күтім жасау деген мағынаны білдіретін А нұсқасы, Look after. Дұрыс жауабы А болады. 8-ші сұрақ. By Friday, this new book by Marquis. Енді, мұнда by Friday, жұмаға дейін, яғни жұма бұл бізде келесі шақта болатын уақыт. Демек, бұл жерде біздер міндетті түрде осы future шақтарындағы бір шақты қолданымыз керек. Енді, by дегеніміз бұл көбінесе future perfect не болмаса future perfect continuous шақтарының анықтауыш сөз болып табылады. Енді, сөйлем қарайық. Бізде процесс маңызды ма, әлде нәтиже маңызды ма? Жұма күнге дейін мен мына кітапты аяқтаймын дейді. Демек, бұл жерде бізде нәтиже маңызды болғандықтан, әлбетте future perfect шағын қолданамыз. Future perfect шағының формуласы subject plus will plus have plus verb ed or verb 3. Енді қарайық. I will have finished my online course by September. Яғни мен қыркүйек айына дейін онлайн курсымды аяқтап бітемін деген болса, онда мынаяқта да дәл солай. I will have finished. Сын нұсқасы дұрыс жауап табылады. Және магистратураның тестіне дайындалушы түлектер, әлі де болсын мен нұсқа талдау сабақтарыма жеңілдікпен жазыла аласыздар. Егер дайындықты әлі бастамасаңыздар, не болмаса өздеріңіздің дайындықтарыңызға толық сенбесеңіздер, онда бір күнде кірісіп орындауыңызға болады нұсқа талдау сабақтарын. Егер алған жағдайда нұсқа талдау сабақтарының құны 1490 теңге, толық ақпаратты мінекей мұндағы WhatsApp номерінен аласыздар. Нұсқа талдау сабақтарына нәтиже болады ма деп сұрасаңыздар, әлбетте болады. Даже бір күннің ішінде дайындалсаңыздар да, бұл нағыз мына отзывқа қарап, видеосабақтардан келді. Яғни бұл видеосабақтардағы сұрақтар толық 100% келмесе де, дәл соған ұқсас, яғни сол структураға ұқсас грамматикалық тақырыптар, дәл соған ұқсас лексикалар деген секілді барлық осыған ұқсас сұрақтар осы нағыз магистратура тестіне қайталанып келінеді. Сондықтан да, егер толық дайындаламын десеңіздер, онда нұсқа талдау сабақтарын алсаңыздар әбден болады. Ал енді оқылым бөлім тапсырмаларына көшелік. Тестте келіп жатырған Valentine's Day, Валентин күніне байланысты мәтіндік тапсырма осыған ұқсас болуы мүмкін, бірақ нақты бұл емес. Бұл мәтіндік тапсырмаларды маған магистратура тестін тапсырып шыққан және тапсырып жатырған түлектер жіберді. Осы мәтіндерге ұқсас сұрақтар келіп жатыр деп. Сондықтан да дәл қазір мен осында сұрақтарды, кілт сөздерді қалай дұрыс белгілеп, соған байланысты дұрыс жауаптарды қалай жылдам табам, соған назар аударыңыздар. Және дәл магистратура нағыз тестінде осы техникаларды қолдана отырып, жұмыс жасағандарыңыз өздеріңізге тиімді әрі эффективті болмақ. Жақсы. Енді бірінші мәтіннің просто тақырыбын көрейік. Valentine's Day. Окей. Енді мәтінді полностью оқымай тұрып, бірден сұраққа көшейік. Сұрақтағы кілт сөздерді анықтай отырып, сол кілт сөздерге сүйене отырып, мәтіннің жауабын, сол сұрақтың жауабын мәтіннің ішінен іздеп табуымыз керек болады. Бірінші. When does Valentine's Day take place in the United States? Окей, take place деген сөз алайық. Және when дейді. Қашан деген сөз, Валентин күні қаяқта? Құрама Штаттарда, Америка Құрама Штаттарында. Енді көрейік. When деген сөз нақты күні. Take place деген сөз бір-бірімен ешқандай өзгертілмейді. Дәл сол күйінше тұр екен. Қашан? 14-ші ақпан күні. 14th of February. 14-ші ақпан бізде В нұсқасы. Сонда дұрыс жауап В болып табылады. Окей. Келесі, екінші сұрақ. What does Valentine's Day technically signify? Енді technically деген сөзді іздеп көрейік, сосын signify деген сөзді іздеп көрейік. Тіпті мағынасын білмесеңіз де, мәтіннің ішінен іздеп табуға тырысыңыздар. Technically signifies бар екен, мінекей мұнда. Accomplishments of Saint Valentine.
The accomplishments of Saint Valentine. Демек, А нұсқасы бізде дұрыс. Өте қарапайым. Үшінші сұрақты көрейік. Which of the following gifts are commonly given on the Valentine's Day? Gift, commonly. Осы екі сөзді іздеп табайық. Мәтіннің ішінен, иә? Так, gift деген сөз бұл жерде жоқ. Мінекей gift. Special dinners. Жоқ екен мұнда. Chocolates, flowers are commonly given as gifts. Yeah, бар екен. Chocolates and flowers. Chocolate and flowers. Енді бізде бірден А және В нұсқасы дұрыс жауап бола алмайды ғой. Ары қарай оқиық. During Valentine's Day as are accompanying greeting cards. Яғни greeting cards шақыру хаттарымен қоса беріледі деген сөз. Accompany дегеніміз қосылу деген сөз. Демек, мына үшеуі де дұрыс болу керек болатын. Бірақ дұрыс жауап ретінде біздер қайсын белгілей аламыз? Міндетті түрде А нұсқасын, иә? All of the above. Үстіндегілердің барлығы бізде дұрыс жауап болып табылады екен. Төртінші сұрақ. Besides in the United States, where is Valentine's Day celebrated? Яғни, Америка құрама штаттарынан бөлек Валентин күні тағы қай жерлерде тойланады дейді. Яғни, мынандай мемлекеттердің аттарын іздеп көрейік, бар ма екен? Тек Америка деген бар екен. Valentine's Day are celebrated across the globe. Яғни, әлемде тойланады дейді. Across the globe деген бар ма? Мінеке, нұсқасы бізде бар екен. Across the globe. Төртінші сұрақ. Бесінші сұрақ. Which colors are generally understood to represent Valentine's Day? Қандай түстер Валентин күнін нышаны болып табылады дейді былайша айтқанда. Енді түстер туралы іздеп көрейік. Қай жерде бар екен? Accompanying greeting cards. Red and the pink are generally understood to be the colors. Яғни color деген сөз таптық. Одан кейін red and the pink. Яғни қызыл және күлгін түс дейді. Қызыл және күлгін дегеніміз А және С нұсқалары. Дұрыс жауап мінекей бізде Д болады, иә? A and C. Red and pink. Мінекей өте қарапайым. Тіпті мәтіннің полностью оқып аудармасақ та, дәл осылай дұрыс жауабын таба алдық. Енді келесі сұраққа көшелік. Чикаго дейді. Чикаго. Тақырып Чикаго екен. Енді сұраққа көшейік. Where is Chicago in the United States? Чикаго осы құрама штаттарының қай жерінде дейді. Чикаго деген сөзді алайық. Keith recently came back from a trip to Chicago, Illinois. Okay, this Midwestern metropolis. Midwestern, яғни орталық батыс деген сөз. Midwestern деген бар ма? Бар екен, иә? Д нұсқасы. Midwestern. Өте оп-оңай. Келесі, ары қарай. Екінші сұрақ. What sport do the Chicago clubs play in Wrigley Field? Жақсы. Wrigley Field дегенді алайық. Кіл сөз ретінде. Енді Wrigley Field деген сөзді табайық. Wrigley Field. Keith loves baseball. Keith бейсбол жақсы көреді. And he made sure to take a visit to Wrigley Field. Яғни ол Wrigley Fieldқа келу керек болатын, міндетті түрде. Not only did he take a tour of this spectacular stadium, but he also got to watch a Chicago Cubs game. Okay. Жоқ. Тек бұл жерде бір ғана спорттың түрі айтылған, бейсбол, сондықтан дұрыс жауап ретінде В нұсқасын белгілей аламыз. Енді үшінші сұраққа көшейік. Why was Keith impressed by the Chicago Water Tower? Енді мұнда Chicago Water Tower деген сөзі біздер кілт сөз ретінде алып қарастырайық. Енді осы кілт сөзді мәтіннің ішінен іздеп көрейікші. Chicago Water Tower. Мінекей мұнда бар екен. Impressive, impressed, бар. Мінекей бірімен келіп тұр. And as it is one of the few remaining landmarks to have survived the Great Chicago Fire. Окей. Енді, яғни ұлы Чикаго өртінен аман қалған жер дейді, баш айтқанда. Қарайық. It is one of the few landmarks. Келеді, historical fire. Келеді. Енді мұнда World Fair деген сөз жоқ. Water to entire population жоқ. Tallest building in the city жоқ. Төртінші сұрақ. What event was important for Chicago in 1892? Енді өте оп-оңай. 1892, 1892 жылды біздер кілт сөз ретінде алып қарастырамыз. Сосын Chicago деген сөз,
Одан кейін important, маңызды дейді. Енді 1892 жыл бар екен мұнда, өте оңай. Great outdoor space that hosted the World's Fair. World's Fair деген бар ма мына жерде? World's Fair бар. Ұлы, the World's Fair took place here. Орын алды деп тұр. Hosted, took place бір-бірімен синонимдес сөздер. Даже екеуінің синонимдес екендігін білмесеңіздер де, бірденен мынаның қасында тұрған сөз екендігін аңғарып, мына сын нұсқасын дұрыс жауап ретінде белгілеуіңізге болады. Енді 5-ші сұрақ. How did Keith arrive to the rooftop of the Willis Tower? Willis Tower сөзін мәтіннің ішінен іздеп табайық. Willis Tower бар. Мұнда өте оңай. Бірден көзімізге түседі. During the last part of his visit, Keith managed to climb, өрмеледі дейді, the stairs inside. Stairs дегеніміз баспалдақ, inside дегеніміз іші деген. Яғни сол жаңағы ғимараттың ішіндегі баспалдақпенен жоғары өрмеледі деп тұр. Демек, қарайық. Мұнда 5-ші сұрақта. Енді 5-ші сұрақты қарайық. He took an outdoor деп айта алмаймыз. Outdoor дегеніміз сыртқы элеватор деген сөз. Нұсқасын көрейік. He used an indoor elevator. Elevator, элеватор деген сөз мүлдем жоқ. He climbed, өрмеледі, бірақ exterior деген сөз. Exterior деген сыртқы деген сөз. Нұсқасын көрейік. He walked up in the interior stairs. Interior келеді. Walk up дегеніміз build, climb деген сөзге синонимдес сөздер болып табылады. Сондықтан біздер нұсқасын дұрыс жауап ретінде алып қарастыра аламыз екенбіз. Келесі текст ол Halloween тақырыбына байланысты екен бізде. Енді бірінші мәтіннің сұрақтарына көшейік. When does Halloween take place? Take place дегеніміз орын алу, яғни тойлану, не болмаса қандай да бір нәрсенің жүзеге асуын take place деп атаймыз. Тексттен бірденен Halloween деген сөз бізде кілт сөз ретінде бар. Енді when дегеніміз яғни нақты бір датаны іздеп табуымыз керек болады. Дата ол яғни күн. Қайсы? In America on 21st October. 31-ші октябрь, қазан айында, 21st of October. Сол нұсқасы бізде дұрыс жауап табылады. Екінші сұрақ. What day of the week, in the week, Halloween fall on? Fall on дегенде біздер осы мәтіннің ішіне іздейік. Falls on бар екен. Week бар екен. Regardless of what day of the week this date falls on. Енді қарайық. Regardless дегеніміз, яғни ол нақты аптаның қай күніне байланысты тәуелді емес дейді. Мысалы, ол осы жылы дүйсенбі күні болса, келесі жылы сейсенбі күні, арғы күні келесі жылы сәрсенбі күні тойлана береді деп тұр. Яғни мына жерде біздер не қыламыз? Halloween's day of the week varies by year. Яғни Halloween күні әрбір жыл сайын өзгеріп отырады дейді. Окей, үшінші сұрақ. How do most children celebrate Halloween? Children celebrate Halloween. Бізде most деген сөзде кілт сөздердің бірі болып табылады. Көрейік. Many individuals. Okay. Mainly children деген сөзді іздейміз ішінен. Так, children дегеніміз жоқ. Көзге бірден түсу керек. Себебі бұл кілт сөздер өте оңай болу тиіс. Inversely, the vast majority of children. Бар екен, мұнда children деген сөз бар. Енді most дегеніміз majority бір-бірімен не болады? Синонимдер. Majority және most дегеніміз көпшілік деген мағынамдар. Яғни балалардың көпшілігі dress in costume. Яғни мерекелік киім киеді дейді. Costume бұл бізде бар ма? By dressing in costume. Мінекей мұнда бар екен. Одан кейін арқара не еді? Halloween costumes can be based upon anything from the mentioned supernatural creatures to the stars of today's films and сондай-ақ walk from door to door in search of candy, a practice known as trick or treat.
on Halloween. Енді қарайық. Бар ма? And trick or treating. Бар екен. Сонда дұрыс жауап бізде А нұсқасы болады. Өте оп-оңай. School work туралы сөз жоқ. Ornaments дегеніміз жоқ. Christmas деген сөз мүлдем кездеспеген тексттің ішінде. Producing candies, producing дегеніміз бұл өндіру. Яғни тәтті тағамдарды өндіру арқылы ол Хэллоуин мерекесін өткізбейді ғой балалар. Олар көбінесе яғни мерекелік костюмдер киіп, trick or treat деп аталатын мерекелік практикалық қолдам. Яғни олар не дейді? Әрбір есіктен есікке барып, кәмпит сұрау. Төртінші. One can expect to see a lot of the following types of decorations on Halloween except. Яғни не дейді? Expect дегеніміз күту. Яғни бір адам нені күте алады дейді? Хэллоуин мерекесінен келесідей безендіру түрлерін дейді. Types of decorations. Көрейік. Spiders and other bugs. Бар ма екен? Мына жерде болатын бізде. Decoration дегеніміз, е? Supernatural дегеніміз бар ма екен мұнда? Supernatural дегеніміз жоқ екен. Referring in this case to non-natural creatures that are typically based in fiction figures, including vampires, ghosts, werewolves, zombies, and more. Vampires дегеніміз бізде бар. Окей. Except дегеніміз басқасы дейді. Яғни бізде не іздеуіміз керек? Мұнда Хэллоуин мерекесінде күтілмейтін нәрсе, е? Ары қарай. Так. Даже except деген сөз білмесеңізде, соңына дейін оқысаңыздар болатын. Қараңыз. Bugs, spiders. Бар ма? Bugs. Spiders дегеніміз А нұсқасында бар екен. Окей, ары қарай іздеп көрейік. Тағы не бар екен? Мұнда zombies деген болды. Одан кейін бар gravestone дегеніміз бар екен. Міне, gravestone, zombies, тағынан бәрі бар екен. Ал snowflake and ribbon деген бар ма екен? Осы неде? Snowflake деген жоқ, ribbon дегеніміз жоқ. Сонда бізде дұрыс жауап В болу тиіс. Дұрыс емес жауаптарды осылай біздер не қылдық? Сызып тастадық. Міне, бұл да тест шешудің техникаларының бірі. Бесінші сұрақ. Some adults celebrate Halloween in which of the following ways? Some adults деген сөзді табайық. Some adults, мінеке. Only some adults, мінеке. Celebrate Halloween and they generally do so by attending parties. Attending parties. Party дегеніміз кешкі ойын сауық, яғни кешкі ойын сауықтарға бару арқылы Хэллоуин мерекесін өткізеді екен. Көрейік. Trick or treating бұл балаларға арналған. Жаңа меха кетті, е? Going to bed early. Төсекке ерте ұйықтау. Attending Halloween parties. Party деген сөз бар. Buying Christmas gifts. Christmas дегеніміз Рождество ғой. Сол Рождество сыйлықтарын сатып алу арқылы дейді. Жоқ, бұл дұрыс жауап болмайды. Attending Halloween parties бізде дұрыс жауап болып табылады. Сонда С нұсқасы дұрыс. Мінеке, көрдіңіздер ме? Дәл осылай тесттің тіпті мұнда мағынасын түсінбесеңіз де, мына нұсқалармен дұрыс жұмыс жасай біліңіздер. Логикаларыңызды іске қосыңыздар. Логически ойлана білсеңіздер, онда сәйкесінше дұрыс жауапты жылдам әрі оңай таба алатындай мүмкіндік болады. Сондықтан да тест барысында барлығын жылдам аяқтап біткеннен кейін бәрібір де болсын қайтадан осы тесттерге оралып, тексеріп, дұрыс бұрыстығына көздеріңіз жеткізіңіздер. Себебі сіздерге магистратура тестінде 4 сағаттай уақыт беріледі. 4 сағатты толық қолдануға тырысыңыздар. Себебі сіздердің грантқа түсулеріңізге әрбір балл үлкен рөл ойнайды. Сондықтан да кез келген 1 балл болсын, 2 балл болсын қосып алуларыңыз келсе, онда міндетті түрде әрбір сұраққа осылай логикалық түрде ойланып дұрыс жауап беруге тырысыңыздар. Сонымен бүгінгі біздің нұсқа талдау сабағымыз осымен тәмам. Каналға жазылып, және басқа да магистратура тапсыратын достарыңызбен WhatsApp группаларында, Telegram группаларда осы видеоны бөлісуді ұмытпаңыздар. Ал ондай болса, мен сіздерді келесі видеосабақтарда күтетін боламын.